Бірақ солай екен қазіргі жағдай деп, мысалы, мен өзі басым үнсіз отыра алмаймын. Жоқ, сіз үнсіз отыра алмаймын дейсіз. Жаңағы айтқан пікіріңіз екінші жаһан соғысына қатысты. Қазақстанды көзқарасын қарау деген пікіріңіз сол тарих жазатындарға жібердіңіз бе? Сол осылай қосылу керек. Жоқ, жібергем жоқ. Енді мен жазғандарым бір құпия емес қой. Оларды оқып атқан шығар. Ресми түрде жаңағы өзіңіздің жаңағы қордың атынан ба, тағы басқа атынан ба осы ұсынысты сол тарих жазатын комиссияға неге жібермеске? Осы өте бір жақсы ұсыныс айтып отырсыз. Біздің мемлекетте қазақ пен диаспорасындағы саясат неге қалыптаспай отыр? Қашан қалай қалыптастыруға болады? Қазақстанда 130 ұлттың өкілі тұрады, 150 этнос тұрады деген сияқты бір еркегі әңгімелері бар. Бірақ іс жүзінде Қазақстанда қазақ халқы мемлекет құраушы халық, мемлекет құраушы ұлт. Қазақстанда бір-ақ қана ұлт бар, ол қазақ халқы. Біздің қазақтар басқа болғысы келеді, басқалар неге қазақ болғысы келмейді? Ол үшін санасын өзгерту керек. Біздің осындай хабарларымыз соған әсер етеді деп ойлаймын. Бұқаралық ақпарат құралдарында қазақ тілінің басты жауы орысша сөйлейтін қатындар, орысша сөйлейтін әйелдер деген идеяны біз таратуымыз керек. Биылғы жылы маңызды бір тарихқа қатысты дүниелер болып жатыр ғой, мысалы саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы комиссия құрылды. Одан кейін мынау қазақтың академиялық үлгідегі тарихын жазуға тапсырма беріліп, оның да комиссиясы құрылды. Енді бұл тәуелсіз Қазақстанның тарихын жазу деген сөз ғой. Сол тарихқа осындай тәуелсіз тұрғыдан қарайтын идеяларды енгізу мүмкін ба? Осы ұсыныстарыңызды сол тарих жазушыларға ұсыныстыңыз жібердіңіз ба? Өте дұрыс. Бұл осы мәселелермен айналысатын Арыс деген қор бар. Ғарифолла деген бауырымыз басқарады. Сол саяси қуғын-сүргіннің құрбандары шамамен 4,5 миллиондай болады екен. Міне солардың барлығын саяси тұрғыдан ақтау керек қазір. Солардың ұрпақтарының бәрінің қолында өздерінің сол ата-бабаларының ақталғандығы туралы құжаты болу керек. Бұл тарихи әділеттілік болады. Өзі мен көп жерде жазып жүрмін ғой, отаршылдықтан қалдықтарынан құтылуымыз керек. Оны отарсыздандыру, деколонизация дейді. Советтік билік түсінде қалыптасқан ұғымдардан, символикалардан құтылуымыз керек. Оны десоветизация, советсіздендіру дейді. Сондай құбылыстардың басы осы. Мінекей сол кездегі айыпталған адамдардың бәрін ақтап, солардың есімдерін қайтадан жарыққа шығаруымыз үлкен адамгершілік міндет болып табылады. Одан кейін тарихқа байланысты айтып отырсыз. Бұл іс жүзінде өте бір ғажап үлкен тапсырма деп ойлаймын. Бірақ тағы да бұл жерде қазақ халқының тарихын 1991 жылы Назарбаев құрған Қазақстаннан деп бастау ешқандай бұл ақылға сыймайды. Ондай ұстанымдардан, ондай форматтан біз батыл түрде кетуіміз керек. Және Қазақстанның тәуелсіздігіне 30 жыл деген ұран, ол үзілді кесілді мүлде қате дүние. Сол Қазақстанның тәуелсіздігіне 30 жыл деп соны айғайлатып, соны дақпырттаудың салдарынан ана Жириновскийлер, Никитиндер, Никоновтар Қазақстанның жеріне көз алартып отыр ғой. Кеше ғана пайда болған, 30 жыл болған, бұл бұрын болса қайда қалды деген сияқты. Мемлекеттілік шекарасы болмаған ел дейді. Ал енді іс жүзінде мына жаңадан жазылатын Қазақстанның академиялық жаңа тарихында Қазақстанның тарихын әрден бастау керек. Мысалы, қазақ мемлекеттігіне негіз болатын кезінде Найман хандығы болды, Қыпшақ хандығы болды, Дешті Қыпшақ болды. Одан ілкіде Қаңлы мемлекеті болды, одан ілкі Үйсін мемлекеті болды. Біз осылардың біреусін тарихи сараптама жасай отырып, соның біреусін қазақ мемлекеттігінің негізі етіп қабылдауымыз керек. Мына көрші Өзбекстан, сонау Самарқанд, Афрасияттан бастап өзінің мемлекеттігін 2700 жыл деп ЮНЕСКО-дан бекіттіріп алып отыр. Мына көрші біздің Қырғызстан, былайша айтқанда қазақтың жерінің бір пұшпағын Ыстықкөлдің айналасын мекендеп отырған, санау Сібірден көшіп келгеніне 1000 жыл болған қырғыз халқы, қырғыз мемлекеті, қырғыз мемлекеттігіне 2200 жыл деп тарихын
Қытайдың деректеріне сүйене отырып, өзінің мемлекеттігінің тарихын 2200 жыл деп отыр. Ал біз қазақта мемлекеттік болған жоқ деп кешегі Путиннің айтқан кезінде басымызға сақ ете түсіп, ойбай, қазақ хандығына 550 жыл деген бір далбаса бірдеңкелерді шығардық. Олай емес. Шын мәнінде қазақ мемлекеттігінің тарихын жаңағы мен айтқан тайпалардың мемлекеттік кезінен бастап алсақ, және солардың барлығы оның ішінде Алтын Орда сол қазақ мемлекеттігінің бір жалғасы, бір тарихи үзігі ретінде қаралатын болса, онда біздің өз іс жүзінде солай қазақ мемлекеттігінің тарихына кемінде 2500-2700 жылдық тарихын қамтуға болады. Бірақ осы күні кеше ғана осы бір аптаның алдында тарихшы Талас Омарбековпен сұхбаттастым, дәл осылай. Ол кісі сол комиссияның мүшесі екен. Бірақ ол кісінің айтуына қарағанда жаңағы біздің мемлекеттілігімізді ұру тайпаларымен қалыптасқан кезеңге апару қазіргі кезде қиын екенін ашық айтты. Яғни біз кетпейінше, біз өмірден кетпейінше, біздің санадағы адамдар кетпейінше ол тарихты жаза алмаймыз деді. Ол енді өзінің қалыптасқан жағдайды айтып отыр ғой. Бірақ солай екен қазіргі жағдайды, мысалы, мен өзі басым үнсіз отыра алмаймын. Жоқ, сіз үнсіз отыра алмаймын дейсіз. Жаңағы айтқан пікіріңіз екінші жаһан соғысына қатысты қазақстандық көзқараспен қарау деген пікіріңіз сол тарих жазатындарға жібердіңіз бе? Осылай қосылу керек. Жоқ, жіберген жоқ. Енді мен жазғандарым бір құпия емес қой. Оларды оқып атқан шығар. Ресми түрде жаңағы өзіңіздің жаңағы қордың атынан ба, тағы басқа атынан ба осы ұсынысты сол тарих жазатын комиссияға неге жібермеске? Осы өте бір жақсы ұсыныс айтып отырсыз. Бұл соны ескеретін, сөйтіп сондай тарихты жазған кезде ұлы отан соғысы аталып жүрген Совет-Герман соғысына қатысты қазақстандық көзқарас болу керектігі жөнінде ұсыныстар жазып жіберуге болады. Ұсыныс деген енді ресми түрде жазылса олар қарайды. Енді әлеуметтік желілердің бәрін бақылап отырмайды. Сосын оған жауап беру керек болады. Өте дұрыс айттыңыз, бұл ескеретін жағдай екен. Абайдың заманынан бері, Абай сынаған кезеңнен бері атақ құмарлық, мәнсап құмарлық деген дүние қазірде бізден кеткен жоқ. Қазірде атақты шетелдік академия, тағы не атын естімеген дүниелерден сатып алу үдерісі бар. Оны былай қойғанда мемлекеттік атақ, марапат, ордендер де таратылады. Лайық емес адамдар алады, көзіміз көреді. Содан кейін оған деген құрмет кетеді. Енді ол аздай қоғамдық ұйымдарда кейде атақ марапаттар береді. Соның ішінде сіз басқаратын қоғамдық атақтар мен марапаттар жөніндегі республикалық комиссия деген бар. Солда азаматтарға атақтар беріп жатады. Жаңағы бір ордендер береді, көзіміз шалады, оқимыз. Жоқ, орден жоқ. Орден жоқ па, атақтар беріледі. Енді бұл да сол жаңағы атақ құмарлыққа бағыттаудың бір жолы емес пе, әлде сіздікі басқашалау ма? Ол басқашалау. Енді соның ара-жігін ашып берсеңіз. Жаңағы өзі жаңағыдай марапаттар бұлар адамның абыройына қызмет етпейді. Уақытша етсе де, уақытша ғана қызмет етеді. Адамның азаматтық тұлғасы ол басқаша бүгінгі қоғамда мына жағымпаздық етек алған қоғамда көп жағдайда жаңағы үлкен адамдар сондай мемлекеттік марапат алудан қашып жатады. Мысалы, Мұхтар Шаханов мен ешқашан биліктен марапат алмаймын деп бас тартып. Яғни ол кісі мемлекеттен алған марапаттарды ол лайық емес деп есептейді. Осындай көзқарастар бар. Енді мемлекет өзі билік кімге бергісі келеді, соған береді. Оған біз енді ешқандай араласпаймыз, ықпал етпейміз. Ал енді сіз айтып отырған жаңағы қоғамдық марапаттар жөніндегі республикалық кеңес, оның критерийлері басқа. Мұна дүние жүзіндегі ең әйгілі Нобель сыйлығының өзі қоғамдық марапат. Ол мемлекеттік марапат емес. Ол жаңағы адамдардың, ғалымдардың еңбегін бағалауға бағышталған. Сыртынан бағалайды ғой, ешкім ұсынбайды. Сіздер өздеріңіз кеңес сыртынан бақылап жүріп, мынау лайықты деп бересіздер ме, жоқ, біреулер сіздерге ұсына ма? Оны шатастырмаңыз. Мен Нобель сыйлығы туралы айтып отырмын. Нобель сыйлығын халықаралық Нобель комитеті солардың жұмыстарына сараптай отырып, жаңағы ұйымдар ұсынады, солардың ұсыныстары қарала келіп, сол бойынша жылда желтоқсан айында қорытындысы шығарылып тапсырылады. Әртүрлі сала бойынша. Ал мемлекеттік сыйлық, ол енді мемлекетке еңбегі сіңген, соған қызмет еткен адамдарға беріледі. Бірақ та
ол жай қарапайым адамдарға жете бермейді. Мысалы, бүгінгі таңда мысалы қарапайым аула сыпырушы, шофер, сатушы, жаңағы дәрігер, мектеп мұғалімдері, олардың бір сондай мемлекет тарапынан еленіп ескерілуі өте қиын. Аны мектепте жай мұғалім, мысалы 20-30 жыл істеген, ол жаңағы мектептің оқушысының, меңгерушісінің, директордың, аудандық білім басқармасының, облыстық білім басқармасының және білім министрлігінің сүзгісінен өтіп, ол жаңағы жоғарыға жетіп, президентте бекітіліп берілгенге дейін оның көбісі сызылып қалады. Ал енді сондай жағдайда сол қарапайым еңбек адамдары өзінің жұмысының еленгеніне мұқтаж. Сондықтан жаңағы қоғамдық марапаттар жөніндегі республикалық кеңес осындай көбінесе қарапайым адамдарға, еңбегі елене бермейтін адамдарға солардың көтермелеу ретінде сондай марапаттар тағайындаған. Әрі бұған мемлекет тарапынан рұқсат берілген. Анау экс-президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының еңбек қоғамына қарай 20 қадам дейтін үлкен еңбегі бар. Сонда жаңағы қоғамдық марапаттар жүйесін дамытуымыз керек деген талабы бар. Біз осыған арқа сүйей отырып, сол жай еңбек адамдарына солардың өзінің еңбегін адал, өзінің еңбегін сондай құштарлықпен дұрыс атқаруына ынталандыру үшін осындай сыйлықтар тағайындағанбыз. Және ол жаппай сондай бір әлгі мерекелер кезінде бәріне берілмейді. Оның өзі де сол өздерінің жұмыс істеп жүрген ұжымының жиналысында сол ұжымның басшысының ұсынысымен және оған жаңағы айталық мектеп директорының өзінің қолы, мөрі қойылған рұқсатыменен сондай жаңағы еңбек өтілі кәдімгідей елеулі болған сондай адамдарға. Сіздерге де ұсынады ғой, иә? Иә, ұйымдар, мекемелер ұсынады. Сол ұсынған адамдарға біз береміз. Бізде ұсынбай өздігінен адамдардың еңбегін бағалап, сыртынан тосын сый жасап, бағалап, марапаттайтын сондай бар ма біздің елде? Сондай жүйе бар? Ондайдан мен біреулердің жаңағы сондай нәрселері болса, ондайды мен өзім көрген емеспін, және оған сырттай тон пішіп айта алмаймын. Сіз енді Қазақ ұлттық әдет-ғұрып салт дәстүрлер академиясын басқарасыз. Менің білуімше, бұл жерде біздің салт дәстүрлерімізді сараптан өткізіп, одан кейін соның негізінде ұсыныстар дайындап, мақалалар жазып, кітаптар шығарасыздар. Осы салт дәстүрге қатысты жасалып жатқан осы жұмыстың қазіргі нәтижесі қалай? Сіздердің жасаған осы еңбектеріңізді қоғам, халық, ел қалай қабылдады? Салт дәстүрге қатысты мынау сұрақтар, талас тартыстар әдетте өте көп қой. 2005 жылы біз бірнеше басылымдарды ашуға рұқсат алдық. Солардың ішінде «Той әлемі» дейтін журнал болатын. Түрлі түсті, үлкен форматты, жалпы қазақтың салт санасының көбісі екі нәрсенің төңірегіне шоғырланған ғой. Бірі той-томалақ, екіншісі өлім-жітімнің төңірегінде. Соған байланысты жаңағы халықтың көкейіндегі сұрақтарына жауап берейік, соны ұлттық әдет-ғұрпымызды, салт дәстүрімізді насихаттайық деген ойменен сол журналды ашқанбыз. Ол бір 4-5 жыл шығып тұрды. Осы кезде оқырмандардан көп сұрақтар келетін. Түрлі әдет-ғұрыптарға байланысты, соның төркіні қалай, оны қалай орындау керек деген сияқты. Сонан енді бұныменен бір түбегейлі айналысатын бір орталық қажет болды. Сол сұрақтарға біз редакцияның атынан жауап бергеннен гөрі жаңағыдай әдет-ғұрып салт дәстүрмен айналысатын орталықтың, яғни жаңағы өзіңіз айтып отырған әдет-ғұрып салт дәстүр академиясының жауап бергені сол әлдеқайда ұтымды, әлдеқайда орнықты, дұрыс болатын болды. Сондықтан сондай ойлар келеді. Соның бірнеше ғалымдармен, этнографтармен ақылдаса келе біз сол әдет-ғұрып салт дәстүр академиясын құрдық. Бұл оқытатын оқу орны емес. Бұл жаңағыдай сол саладағы мемлекеттен қаржыландырылатын ғылыми орталық та емес.
бұл негізінен халықтың көкейіндегі туған сұрақтарға бажайлап мүмкіндігінше ғылыми жолдарменен жауап береді. Шешімді дұрысы қайсы, бұрысы қайсы деген сияқты. Соны ажыратып береді. Соның қарапайым мысалдары. Мысалы, өзіңіз ылғи білесіз, қазақта тұсаукесер деген рәсім бар. Бүгінгі күні баласы 5-6-ға келген, мектеп жасына келгендердің барлығы тұсаукесер өткізеді. Ал іс жүзінде тұсаукесер деген әрбір балаға өткізілмейді. Оның пайда болған кезінде. Бұл өзі 3-4 жасқа дейін жүре алмай, жүгіре алмай, аяқтары шалынысып, қайта-қайта құлап қалып, қайта-қайта бет-аузын қанатып, сөйтіп жүре алмай жүрген балаларға аяғы шығып кетсін деп, ырым сол жаңағы баланың тұсауын кеседі. Қайшымен қимайды. Иә. Және оны біреулер шөппен, біреу көтенішекпен деп жатады ғой. Ала жіппен. Ала жіппен, кейде үшеуінде қабат сөйтіп қолданып жатады бүгінде білместікпен. Іс жүзінде солардың ішінде ең кең тарағаны ішек қойдың көтенішегіменен аяғын матап, сол пышақпенен кесіп, содан ауыз тиеді. Соны кескеннен кейін баланы жүргізеді. Сонда қазақтың ырымын, нанымында бала тұсауы кесілгеннен кейін жүріп кету керек, жүгіріп кету керек. Көп жағдайда сол балалар шынында да тез жүріп, тез жүгіріп кетеді. Енді кейде сонда да жүре алмайтын балалар болады. Оларға қайталап тұсау кесерін жасайды. Үш рөтке дейін. Иә. Енді бұны соншама ат шаптырып, жан-жақтан қонақ шақырмайды. Ауыл үйдің арасында қатын-қалаш, жаңағы келін-кепшік дегендей өздері өткізеді. Оған еркектер көп араласпайды өзі. Сол ауылдағы аяғы ылдым-жылдым келіншектер, әжелер, апалардың біреуі кеседі, сол сияқты. Қол аяғы жеңіл дегенде. Иә, болсын деген ниетпенен. Ал енді соны қарап отырсақ, сол дәстүрлеріміздің өзі біртіндеп жаңарып, мүлде басқаша мәнге ие болып, қазір тұсау кесер деген, ол тіпті кітапқа дейін тұсауын кеседі, жаңағы адам тұрмақ. Сонда мүлде басқаша сипатқа ие болып кетті. Енді тілашар деген бар, білесіз. Тілашар бұрын қазір мектепке баратын балалардың бәріне тілашар жасайды. Ал бұрын 5-6-ға келгенше быдықтап, сөйлей алмай, ырды айта алмай, жаңағы дұрыс ойын жеткізе алмай, сондай өзі қиналатын балалар болады. Бүгінгі таңда онымен логопедтер айналысады ғой. Баяғы қазақтардың дәуірінде ол жоқ. Содан жаңағы тілашар рәсімін жасайды, сөйлей алмайтын балаларға. Сол тілашар рәсімін жасап, аузын ашып, орамалменен баланың тілін ұстап тұрып, 3 рет созады, тілің ашылсын деп. Сөйтіп жаңағы сөйткен кезінде соның психологиялық әсері бола ма, әлде шын мәнінде бір басқадай әсері бар ма, сол балалар содан кейін сөйлеп кетеді. Айбет. Сол тілашар деген рәсім іс жүзінде сондай кемтігі бар, кемістігі бар, сөйлей алмайтын балаларға ғана жасалатын. Ал бүгінгі таңда ол тағы да мәні өзгеріп кетті да, бүкіл мектепке баратын балалардың бәріне тілашар жасалады. Той жасаудың, қызықтар көбейтудің бір жолына айналды. Иә, бұрын оған тек қана ауыл үйде келін-кепшік, жаңағы абысын ажын әжелер қатысатын болса, қазір ол бір той, құдай оған жаңағы керемет алыстан қонақтар шақырып, ана баланы түйеге мінгізіп, не атқа мінгізіп келіп, салтанатпен сол залдың ішіне кіргізіп, немесе мәшинемен, немесе иықтарына салып, бір хан сияқты көтеріп кіріп, сөйтіп, неше түрлі әркім қиялына не келеді, соны жасайды. Ал бірақ оның әлі бір қалыптасқан жобаға, арнаға түскен нұсқалары жоқ. Сондықтан осындай жағдайда бізге сұрақтар келсе, біз солардың бәріне бұның бұрын қалай өтетін, қазір қалай өту керек. Яғни дарақылыққа, ысырапқорлыққа жол берілмеу керек. Біз негізінен осындай жағдайларын бағыт-бағдар кеңес бересіздер. Қазір де істеп тұр ма? Енді қазір коронавирус кезі ғой, сондықтан. Академиктер кімдер олардың? Кімдерді академик мүшеге қабылдайсыздар? Бар ма ондай қабылдау? Бар ғой, мысалы мына дәстүр дейтін 4 том кітап шығарды Қасымхан Бегманов. Қандай керемет үлкен жұмыс жасады. Анау Болат Бопай мысалы 60-ға жуық кітап шығарған. Қазақтың осы әдет ғұрпына, салт санасына байланысты. Осындай жаңағы білетін адамдар. Сонан кейін кәсіби этнологтар бар ма, зерттеушілер кәдімгі осы ғылыми тұрғыдан? Оған
мына әр облыстардағы педагогикалық университеттер бар. Соларда осы этнографиямен айналысатын кейде бөлімдер бар, кейде қызметкерлері бар. Біз кейде соларды тартамыз. Сондықтан енді бұл былайша айтқанда қоғамдық жұмыс. Бұл енді іс жүзінде қоғамдық жұмыс, өйде ешкім жалақы алмайды, мемлекеттен ешқандай қаржы көмек жоқ. Бірақ ұлттың әдет ғұрпына, салт дәстүріне жанашырлық ниеттен туған дүние. Біз ең ақыр аяғы осы әдет ғұрып, салт дәстүр деген сөздің өзін жиі айтамыз. Бірақ соның әрқайсысын ажыратпаймыз, бөлек-бөлек. Әдет дегеніміздің өзі бір нәрсенің қайталанып істей беруін әдет дейді. Бүкіл әлемде адат заңдары деген норма бар, мына заң ғылымында. Яғни әдет заңдары ол барлық заңдардан жоғары тұрады деп есептеледі. Сондықтан мына қазақ халқындағы жиі қайталанатын, сөйтіп қалыптасып кеткен өзінің әрекеттерінің нормасы бұл әдет болып табылады. Ал ғұрып дегеніміз бұл көп жағдайда өлім-жітім жағдайына байланысты. Адамды жерлеуге, соны мәңгілік сапарына ұзатуға байланысты қазақта қалыптасқан ғұрыптар бар. Сондықтан мына ғұрып деген сөз, жаңағы әдет бұл тууменен өмірге байланысты болса, ғұрып бұл өмірден өтуіне байланысты әдет ғұрып әрекеттердің жиынтығы. Ал енді салт дегеніміз бұл өмір сүру салтына байланысты. Мысалы, біреу диқаншылықпенен, біреу мал шаруашылығымен айналысады, соған байланысты қалыптасқан өзіндік әдеттердің жиынтығы салт болады. Ал дәстүр дегеніміз бұл ғасырдан ғасырларға үзбей жалғасатын кең ауқымды. Өзі мен қазақтың әдет ғұрыптарын бір куб текшенің ішіндегі бір мұздықтар, біреулері ең жоғарына дейін шығып кетеді, кейбіреулері ортасына жетіп тоқтап болады, кейбіреулері тура үстіне жетіп тоқтайды. Сондай бір әлгі сталактит дейді ғой, сондай сияқты елестетем да, солардың ішінде сол төменнен жоғарыға дейін тесіп өтетін дүниелерді дәстүрлер. Қыз ату, келін түсіруге байланысты. Бұдан 5000 жыл бұрында, 10.000 жыл бұрында болған дүниелер жаңағы қыз ату бола береді, келін түсіру бола береді. Ал енді соған жанама дүниелер болады. Олар кейде өзгерістерге ұшырайды, кейде жаңағы жойылып кетеді. Енді мысалы құда түсуге байланысты құданың бетіне ұн жағу, шапан, құда тарту дейтін ғой, құда сүйреу, немесе шапанын көрпеге тігіп қою, немесе біреусі бір кемпір аяқ шаңырақ қасып тастау, өліп қалып кемпір өлді деген сияқты. ит ырылдатады. Сондай өте көп. Бірақ бұлардың барлығы жанама, бұлар бір шешуші емес. Бұлар көбісі қызықтық, елді күлдіру үшін, ойын күлкіге, құданы сиырға теріс мінгізіп байлап тастау сияқты. Ол өзінше бір цирк алдағыларға. Бірақ қазір ондай істемек тұрмақ, сөз айтудың өзіне шамданып қалады. Бүгінгі таңда оларды қолдана алмайсың. Бұны білу керек, сондай өмірде болғандығын. Бірақ оны қолдана алмайсың. Яғни дәстүрдің озығы бар, тозығы бар деген сөз. Осы жаңағы біздің академия көп жағдайда осының аражігін ажыратып береді. Енді соңғы 30 жылдықта біздің мына елдің, жердің иесі қазақ пен өзге диаспоралардың арасындағы қақтығыс, қайшылықтар, түрлі дүниелер көп орын алып жатыр. Оны үкімет тұрмыстық жаңжал деп жылы жауып, қазақтарды соттап сөйтіп тоқтатады, бірақ бір жердегі отты өшіреді, келесі жерден шығады. Бұл қалыпқа айналып қалды. Бірақ біз енді әлемге тату мемлекет, біз ассамблеямыз бар деп мақтанамыз. Бірақ бізде ұлттың арасында осындай мәселе бар. Менің ойымша мемлекеттегі ұлттық саясат дұрыс жүргізілмегендіктен қазақтар өзінің құқығы мен мүддесін қорғау үшін атқа мініп жұдырығын көрсетуге мәжбүр болатын сияқты көрінеді. Сіздің ойыңызша осы біздің мемлекетте қазақ пен диаспорасындағы саясат неге қалыптаспай отыр? Қашан қалай қалыптастыруға болады? Енді бұл туралы мен бір 15 жылдай уақыттан бері үздіксіз жазып келе жатырмын. Әлеуметтік желілерде де, кітаптарымда да бар. Бұның барлығы жаңағы режимнің ұстанған саясатына байланысты. Қазақстанда 130 ұлттың өкілі тұрады, 150 этнос тұрады деген сияқты бір ертегі әңгімелері бар. Бірақ іс жүзінде Қазақстанда қазақ халқы мемлекет құраушы халық, мемлекет құраушы ұлт. Қазақстанда бірақ қана ұлт бар, ол қазақ халқы. Қалғандарының барлығы
басқа ұлттардың өкілдері. Диаспора, антрополог айтқан ғой. Олардың саны көбірек болса, оларды жаңа диаспора деп айтады. Қазақстанда саны 100 мыңнан асатын 9 ғана диаспора бар. Орыс, кәріс, ұйғыр, дұңған деген сияқты, украин, өзбек деген сияқты. Бары жоғы 9-ақ, 130 емес. Ал қалғандары 1-2 тофалары, 3 нанайсы, 4 удмурт, солардың барлығын біз оны әрқайсысын жеке-жеке этносқа санап, соны шәпкімізді далайтудың қажеті жоқ. Мына Қазақстандағы саясат дәл осы күнге дейін жаңағыдай 130 ұлттың достығы деп баяғы Совет одағынан қалған халықтар лабораториясы деген сияқты сондай бұлжырақ идеологияның жалғасы болып келе жатыр. Ал дұрысында Қазақстанда саясат мемлекет құраушы қазақ халқының төңірегіне барлық диаспоралар шоғырланып, қазақ мемлекеттігін нығайтуға, қызмет етуге бағытталу керек. Міне осындай жағдайда ғана барлық диаспора көтерген жалауы бір болып, бір мақсатқа жұмылған жағдайда ғана жаңағы біз үлкен биіктерге жетеміз. Ал енді қазір әрбір диаспора өзінше бір құдай болып Қазақстанның жерінде алшаң-алшаң басып терісіне сыймай жүреді. Қазақтың тілін менсінбейді ғой, сөйлегісі келмейді. Қазақ тілін менсінбейді, қазақтың жерінде жүріп, қазақтың суын ішіп, қазақтың нанын жеп отырып, қазақша сөйлегісі келмейді және қазақтарды қорлайды. Осындай жағдайда қазақтарды ашындырып, олардың өзінің осы мемлекеттің иесі екендігін жұдырықпен дәлелдеуге, жұдырықпен қорғауға мәжбүр. Ал бұндайды тоқтату үшін мемлекеттік саясат, режим өзінің саясатын қазақ халқына қарай бұру керек және соған сәйкес өзгерту керек. 1 мамыр күні Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесі деп, қазақтар басқа диаспоралардың, басқа ұлт өкілдерінің рөліне келіп образын сомдап кетеді. Менің өзіме анау алыс шалғайда жатқан бір ауылдан өзбек болайын деп едім, соның киімін сөзін тауып берші деп хабарласты. Сонда біздің қазақтар басқа болғысы келеді, басқалар неге қазақ болғысы келмейді? Бұл өте қызық сұрақ. Және қазақтың қуаныштарында, тойларында бірде-бір жаңағы өзбектің тойында қазақша ән айтылмайды, бірде-бір орыстың тойында қазақша ән айтылмайды. Басқа халықтар қазақтың әнін, биін ешкім қолданбайды. Ал біз аламыз да сол басқа ұлттардың биін, әндерін алып соны пайдаланамыз. Менің есебімде бүгінгі таңда қазақ тіліндегі билейтін музыканың хронометражы 160 сағаттай. Яғни бірнеше күн қатарынан билесеңде қазақтың музыкасы жетеді. Соны той өткізуші адам тойдың алдында көрсетіп, мына сіздердің репертуарларыңыздағы мына ішінен оған бірде-бір басқа ұлттың музыкасын, әндерін жолатудың қажеті жоқ. Өйткені біз өзіміз сыйламасақ, бізді кім сыйлайды? Сондықтан мына қазақтың сондай қуаныштарында осындай тенденцияны тоқтату керек. Сол сияқты жаңағыдай 1 мамыр мерекелерінде енді сол диаспораның өкілдері өзінің ұлттық киімін киіп шықсын, билесін, оған тосқауыл жоқ. Ал бірақ қазақтардың өзбекше киініп, немесе орысша киініп, немесе латышша киініп, солардың биін билеп жатқанының өзі бұл үлкен қиғаштық, ондайды тоқтату керек. Ол қазақтан басқа диаспораның өкілі жоқ ауылда сондай. Соны жасағысы келеді. Ондайды тоқтату керек. Ол үшін санасын өзгерту керек. Біздің осындай хабарларымыз соған әсер етеді деп ойлаймын. Енді сана дегеннен шығатын тағы бір аса түсінбейтін бір сұрақ бар. Көбінен де көлікпен, автобуспен жүреміз. Көп жол жүретіндердің бірімін. Сонда ең таңғаларлығы мына қазақтар бір-бірімен кездесіп қалған кезде, енді менің жасымнан төменгілер 20-30-дағылар бір-бірімен орысша сөйлесіп кетеді. Сосын ойлаймын, мен мүлде қазақшадан хабар жоқ шығар деп, біраздан кейін, бір 3-4 минуттан кейін қайтып қазақ екендері дереу естеріне түсіп, қазақша сөйлесе кетеді. Бірден еске түседі, басында солай. Одан кейін жалпы аға буынды, орта буынды бұлай қойғанда, мына тәуелсіз деген буынның өзінде өкінішке орай жаңағы құлдық сана бар. Мысалы, орыстың сөзін, орыстың тілін өзінің деңгейінде сөйлей алмаса, мәдениетсіздік, білімсіздік өте нашар деп қабылдайтын. Ал енді өзінің қазақтың тілі табанға тапталып жатса да оған аса мән бермейтін, оны бір намыс деп қарамайтын жағдай бар. Бұдан қалай құтыламыз? Бұл неге осы 30 жылға дейін созылып жетіп жатыр? Бұның ең бірінші себебі қазақтың қатындары, қазақтың келіндері,
қазақтың әйелдері. Өйткені өзінің баласымен солар ананың тілі деп тұр, анасының тілінде емес, бөтеннің тілінде сөйлеп отыр. Осы жаңа баласыменен орысша сөйлескен әйел, мына қазақтың жауы іс жүзінде. Олар осыны әлі күнге дейін түсінбейді, өздерінің орысша сөйлегенін бір артықшылық және жеңіл деп ойлайды. Ал сондай ұлттық жауапкершілікті сезінбейді. Сондықтан мына бұқаралық ақпарат құралдарында қазақ тілінің басты жауы орысша сөйлейтін қатындар, орысша сөйлейтін әйелдер деген идеяны біз таратуымыз керек. Солар өзінің әрекетінен ұялуы керек. Сондай әрекеттерін тоқтату керек. Мына жаңадан тұрмысқа шығып жатқан қыздарға ақыл кеңес бергенде, тойларында сөйлегенде, ана балаларыңа орысша сөйлемеңдер, қазақша сөйлеңдер деп аманаттау керек мысалы. Осындай үдерісті көбейткен жағдайда ғана біз мына қиын тілге байланысты жағдайдан осы дағдарыстан шығамыз. Өйткені туған анасы орысша сөйлепті, кез келген бала анасының тілінде сөйлейді ғой. Әкесі ондай шешуші ықпал ете алмайды. Ананың әсері, ананың тілі қатты әсер етеді. Ал бірақ бұл жерде әйелін қазақша сөйлетпеген қазақтың еркектері де кінәлі. Өйткені олар өзінің әйеліменен орысша емес, өзінің ана тілінде, қазақ тілінде сөйлесу керек. Өзінің ұрпақтарына ана тілінде тәрбие беруін талап ету керек. Өзі қазақтың азаматысың ба, сен қазақ халқының перзентісің. Осыны да біз санаға сіңіруіміз керек, және бұған жету жолында бір қысқа 4-5 сөзден тұратын лагин дейді ғой, бір ұран сөздер ойлап табуымыз керек. Жаңағы айтқан сияқты. Сіздің жаңағы ұлттық идеологияға қатысты жасап жатқан дүниелердің ішінде бар шығар бұл? Соның ішіне қосамыз, Құдай қаласа. Жаңағы орысша сөйлеген қазақ әйелі қазақтың жауы деген сияқты. Баласыменен орысша сөйлескен қазақ әйелі қазақтың жауы. Осыны жаңағы насихаттап айтып отыратын болсақ, осы жаңағы әйелдерге де кәдімгідей ықпал етеді деп ойлаймын. Өйткені бұл өзінің ұлтына сатқындық қой іс жүзінде. Осыны біз солардың санасына жеткізуіміз керек. Бұл дүниеде ең қиын нәрсе әйелді тәрбиелеу ғой. Әйелді бастан, баланы жастан деп бекер айтпайды. Сондықтан жаңағы ол бастан осы әйелдерді тәрбиелеу арқылы ел болам десең бесігіңді түзе деген Мұхтар Әуезовтің сөзі бар. Қыз тәрбиелеу арқылы ұлт тәрбиелейміз деген. Соны мен айтам, жаңағы ел болам десең бесігіңді түзе үшін әйелді түзе. Әйелді түзе үшін еркектер біз өзіміз түзелейік деген сөз айтам мен ылғи. Сондықтан бұл қазақтың жігіттеріне де, қазақтың қыздарына, әйелдеріне де тікелей қатысты нәрсе. Қазіргі сыртқы саяси жағдайда тұрақсыз. Америка мен Ресейдің, Америка мен Қытайдың арасындағы қарым-қатынастар, санкциялар қалайда көрші болғаннан кейін, ортақ экономикалық әлемде өмір сүріп жатқаннан кейін бізге де ықпалы тиеді. Біз енді осындай қиын жағдайдан дұрыс шешудің жолын қалай табуға болады? Енді сіздің бір сұхбатыңызда ортақ түркі әскерін құру, түркі мемлекеттердің экономикалық ортақ дамуын көтеру керек дегенді айтасыз. Осы идеяны іске асыру мүмкін ба? Қазақстанның түркі мемлекеттеріменен, мына көршіміз Өзбекстанның армиясы да өте қуатты, қазір өте жақсы дамып келе жатыр. Қырғызстан, сол сияқты енді 18 ба 19 ба түркі мемлекеті бар. Солардың әскери альянсы керек бізге, әскери қауымдастығы керек. Сондай ортақ устав, ортақ әскери күш, ортақ техника болып, ортақ командалық тіл жасақталып, осындай бағыттағы жұмыстарымыз жүретін болса, бұл Қазақстанға қауіп төнген жағдайда жаңағы барлық түркі мемлекеттері өз ұзын саны 300 миллиондай, солар Қазақстанды қорғайтын болу керек. Өзбекстанға қауіп төнсе, біз оны қорғайтын болуымыз керек. Біз сондай оған әрине державалық мемлекеттер оған жол бергісі келмейді. Бірақ олар жол бермейді екен деп, біз соларға қарап бас шұлғып, солардың алдында тізерлеп отыруымыздың қажеті жоқ. Біз өзіміздің тәуелсіздігімізді қорғау үшін, тәуелсіздігімізді қамтамасыз ету үшін осындай қадамдарға баруымыз керек. Қазақстан отаншыл офицерлерге, отаншыл генералдарға мұқтаж бүгінгі таңда. Ана жоғарыға қарап, солар не десе болды бас шұлғып отыратын офицерлер, сардарлар емес, бізге патриот сардарлар, офицерлер керек бүгінгі таңда. Ал онда Марат аға, алтын уақытыңызды қиып,
аманатқа арнайы шақыруымызды қабыл алып келіп бүкпесіз әңгіме жасағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Алла деніңізге саулық берсін, шығармашылық табыс берсін, аман болыңыз. Рахмет сіздерге де. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы адамға ең қымбаты жұрт қамы, жұрт ісі дейді. Ендеше егемендігімізді, елдігімізді сақтай алатындығымызды жұртқа жасалған жақсылығымыз бен нақты істеріміз арқылы көрсете білейік. Ең бастысы Алаштың аманатына адал болайық.